Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін сіздермен цветной капустадан осындай керемет әрі ерекше дәмді салат рецептімен бөлісетін боламын. Кез келген тамақтармен өте күшті кетеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Онда бастадық. Бір штук қызыл сәбізімізді осылай теркадан ұзын-ұзын етіп шығарып аламыз. Және де үстінен тұз салып, осылай қолымызбен жақсылап жып араластырып бір шетке қойып қоямыз. Алдымен осы сәбізді осылай тұзға араластырып қойып қойыңыздар дайындап. Енді бізде бұл жерде қажетті заттар помидор, бәдірен және де қызыл көк бұрыштар керек болады, болгарский. Видеода көргендеріңіздей бәдіренді екі бөлекке және де осылай ұзын етіп соломка етіп турап аласыздар. Енді помидорымыз үлкен болса бір штук, егер кішілеу болса екі штук салсаңыздар болады. Помидорды осындай видеода көргендеріңіздей етіп, үш бұрышты етіп, қиғаштап турап аласыздар. Салатымыз әрі әдемі, әрі дәмді болады. Егер осы рецептпен жасасаңыздар, бізде бұл жерде 3 тарелкадай салат шығады. Көптеу жасайын десеңіздер, рецепті екі еселеп істесеңіздер болады. Болгарскийларымызды дәл осылай үш бұрышты етіп турап аламыз. Бір штук көк, бір штук қызыл болгарский жетеді бізде. Біздің салатымызды ерекше әрі дәмді қылады. Енді бұл жерде цветной капустаны 5 минуттай қайнатып алғанбыз алдын ала. Өздеріңіз қалағанша көптеу салсаңыздар да болады. Жаңағы дайындап алған морковный салатымызды саламыз, сәбіз салатымызды. Енді 2-3 түс чесногымызды осылай езіп аламыз, немесе пышақпен турап салсаңыздар болады. Дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар, 2 ас қасық соя саласыздар, қызыл бұрыш саласыздар әшісін, 1 чайный ложка қызыл паприка және де 3 ас қасық сұйық майымызды жақсылап ыстық етіп қыздырып құямыз. Үстінен зелень турап саламыз. Өте күшті әрі керемет салат болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аласыздар. Біздің салатымыздың көрінісі де, дәмі де, иісі де өте керемет күшті болып шығады. Кез келген тағамдармен күшті кетеді. Жақсылап араластырып алдық. Дәмін көресіздер, егер тағда 1 ас қасық соя салсаңыздар болады. Мен тағда 1 ас қасық соя салдым. Соя соус, кәдімгі классический соя. Енді жақсылап араластырып аламыз. 1 сағат немесе жарты сағатқа холодильникке сап қойсаңыздар болады. Жеудің алдында дәмі, тұзы барлығы салатқа өте дәмді, әдемі болып сіңіп тұрады. Немесе сразу жіберсеңіздер де болады. Біздің осымен салатымыз дайын болды. Осындай күшті керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бізде осы салаттың рецептімен осындай үлкен тарелкада 3 тарелка шығатын болады. Жаңағы айтып өткенімдей көптеу жасасаңыздар да болады. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта тағы да тез әрі оңай, дәмді, күшті салаттармен, тағамдармен, рецептілеріне бөлісетін боламын. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Зұлхұмар.